Қаршадай қыз Элизабеттің денсаулығы аса жақсы емес еді. Ол жиі ауырып қалатын. Содан 5 жастағы әлжуаз Лизаның денсаулығын нығайту үшін ата-анасы оны мәнерлеп сырғанау секциясына келеді. Апарық қызды сабаққа тек 3-ші рет келгенде әрең алған. Бапкерлер оған мүлде сенім артқан жоқ. Ал Элизабет жаттығудың 1-ші күнінен бастап спорттың осы көркем түрінде үлкен жетістікке жете алатынын дәлелдеуге шындап кіріседі. Бірде әлемнің юниорлар чемпионатында Лиза оңбай құлап түседі. Мұздың бетіне қаны тамшылайды, мұрны сынады. Дәрігерлер жарысты дереу тоқтатуды талап етеді. Бірақ Лиза бұған көнбей мұзға қайта шықты. Осылайша нәзік қыз нағыз қайсар мінезді адам екенін дәлелдейді. Спорттық карьерасында Лиза бірнеше рет бапкер ауыстырады. Қуанышты, қайғылы сәттерде көп болады. Бірақ ең сәтті жыл Жапонияның Сайтама қаласындағы әлем чемпионатында шыр айналып секіретін Сальховты 4 рет жасап, күміс жүлдені жеңіп алған кезі еді. Осылайша ол нағыз сенсацияға айналды. Себебі Сальховты 4 рет қайталау мәнерлеп сырғанаудағы ең қиын қимылдардың бірі. Элизабет осындай жаттығуды ересектер жарысында жерге құламай жасаған тарихтағы ең тұңғыш спортшы қыз. Лиза Мәскеуде туған, алайда жарысқа тарихи отаны Қазақстанның атынан шығады. Элизабет Қазақстанның 4 дүркін чемпионы, 4 құрлық чемпионатының күміс жүлдегері, студенттер универсиадасының күміс жүлдегері, 2019 жылдың вице әлем чемпионы. Қазір ол Нұр-Сұлтан қаласындағы спорт колледжінде оқиды және олимпиадаға қатысуға қызу дайындалып жатыр. Элизабет бос қиялға берілмейді. Ол бірінші кезекте өз күш қайратына және қажырлы еңбегінің арқасында жеңіске жететініне сенеді. Мен Қазақстанның атынан өнер көрсетіп жүргенімді зор мақтан етемін. Мен қазақтың қызымын. Халықаралық жарыстарда әнұранымызды ойнату, көк туымызды биікте желбірету мен үшін зор құрмет. Бұл сезімді тілмен жеткізе алмаймын. Осындай қымбат сәттер үшін жан аямай күресуге болады. Элизабет Тұрсынбаева.